Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді, тойымды болып шығатын салаттың рецептімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Бұл салаттың құрамына сухари кіреді, яғни мен секілді наннан кептіріп жасасаңыздар болады, немесе дайын дүкендерде сататын қытырлақ нандарды пайдалануға болады. Алдымен мен батон нанын осылай видеода көрсетілгендей 4 бұрышты етіп майдалап турап алдым. Туралған нандарымызды духовканың, яғни пешіміздің противеніне салып 10 минутқа 5 минутқа салып кептіріп алдым. Қытырлақ болып әдемі болып шығады. Сіздерге кеңесім осылай жасап көріңіздер. Әрмен қарай салатқа бізге көк пияз, қызанақ, қияр және тауықтың еті қажет болады. Алдымен тауықтың етін видеода көрсетілгендей 4 бұрышты етіп турап аламыз. Тауық етін турап болған соң біз қиярды тураймыз. Қиярды үлкен немесе майда етіп турамаймыз, орташа, яғни видеода көрсетілгендей қатты майда қылмаймыз, қатты ірі қылмай, орташа етіп турап шығамыз. Қызанақты тураймыз. Алдымен қызанақтың керек емес жерлерін алып тастаймыз, ортасынан бөліп қатты жерін алып тастаймыз. Бұл жерлердің барлығы бізге керек емес, жегенде де ыңғайсыз болуы мүмкін. Сол себептен барлығын алып тастап, помидорымызды, яғни қызанағымызды да орташа етіп турап шығамыз. Біздің сухарimiz дайын болды. Салатқа қосамыз. Өте әдемі болып шықты. Түстері қызарып, еті қызарып әдемі болды. Және де өте қытырлақ. Салаттың ішінде, яғни басқа сухарилерге қарағанда тез еріп, былжырап кетпейді. Өзінің формасын ұстап тұрады. Көк пияз тураймыз. Егер сіз көк пияз ұнатпасаңыз, укроп немесе петрушка қоссаңыздар болады. Біздің салатымыз осымен дайын. Ең соңғы ингредиенттер олар үкіштен өткізілген ірімшік және де күнжіт. Алдымен ірімшік пен күнжітті қоспастан бұрын майонез салып жақсылап салатымызды араластырып аламыз. Өйткені ірімшігіміз бір жерге жабысып, бір жерге жиналып қалуы мүмкін. Күнжіт та дәл сондай. Майонезбен толық жақсылап араластырып болған соң ірімшігімізді майда үкіштен өткізіп салатымызға салып жақсылап араластырамыз. Біздің сырымыз, яғни ірімшігіміз барлық жерге тиіп шығуы қажет. Шым-шым тұз қосамыз. Біздің салатымыз осымен дайын. Көп уақытты да алмайды. Өте дәмді болып шығады. Әсіресе ер азаматтардың ең жақсы көретін, сүйіп жейтін салаты, өйткені құрамында ет те бар, нан да бар. Өте тойымды салат. Қонақ дастархандарға, мерекелік дастархандарға жасауға кеңес беремін. Өте ерекше салат. Ең соңында бетіне күнжіт сеуіп шығамыз. Бұл әсемдік үшін міндетті емес, оны қоспасаңыздар да болады. Біздің салатымыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын.